4%-ық автокредиттің шарты тағы өзгеретін болды. Енді айлығы тым жоғары азаматтарға жеңілдетілген автонесие берілмеуі мүмкін. Яғни аталған бағдарламамен көлік алғысы келетіндердің шекті жалақысын бекіту жоспарланып отыр. Индустрия министрі Марат Қарабаев берілетін көліктердің брендтері де қайта қаралатынын айтады. Яғни енді бюджеттік көліктердің көптеп сатылуына баса назар аударылмақ. Сонымен қатар осы бағдарлама арқылы темір тұлпар алған азаматтардың аты жөні де жариялануы мүмкін екен. Жеңілдетілген автонесие бойынша көлік алу үшін алғашқы жарна құю мәселесі де қарастырылып жатыр. Мысалы осы уақытқа дейін бастапқы бір ақшаның көліктің бір ешқандай бастапқы ақша төлеу қажет емес еді. Оны қайта орнына келтіреміз деп отырмыз. Яғни 10 мен 10%-ға дейін бастапқы ақша төлеу керек деген механизм қайтарамыз деп отырмыз. Ал үшінші мәселе ол жалпы көліктердің өзінің, мысалы бізде осы уақытқа дейін 10 миллионға дейін ақша несие алуға болады, ал машиненің құны 15 миллионға дейін болатын болса дедік. Ал сонда төмендетеміз деп отырмыз. Яғни Kia Sportage, Hyundai Tucson сияқты 15 миллион теңгеден қымбат көліктер жеңілдетілген автонесие бойынша берілмеуі мүмкін. Ведомство басшысы бұл ақырғы шешім емес дейді. Айта кетейін, қазір револьверлік жүйемен 4 миллиард теңге жиналған екен. Министрдің сөзінше бұл сома 5 миллиард теңгеге жеткен соң келесі пулды ашу көзделіп отыр. Ал одан кейінгісін өмір көрсетеді ағайын.